Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда тең берілі үшбұрыштар тақырыбына есептер шығарамыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Суретте көрсетілген А, Б, С үшбұрышының тең берілі үшбұрыш болатындығын дәлелдеуіміз керек. Алдымен осы үшбұрыштың ішіне салынған Б, Д, Е үшбұрышына назар аударыңыздар. Бұл үшбұрыш тең берілі болады. Себебі оның Б, Д және Б, Е қабырғалары тең болып тұр. Ал егерде үшбұрыш тең берілі болатын болса, онда оның табанындағы бұрыштары тең болатындығын біз білеміз. Ендеше Б, Д, Е бұрышы мен Б, Е, Д бұрыштары тең болады. Енді Б, А, Д және Б, С, Е үшбұрыштарына қараңыздар. Осы үшбұрыштардың Б, Д, Б, Е қабырғалары және Д, А, Е, С қабырғалары тең. Енді Б, Д, А бұрышын табайық. Б, Д, А бұрышы Б, Д, Е бұрышымен сыбайлас бұрыш. Ал сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екендігін білеміз. Ендеше Б, Д, А бұрышын табу үшін 180 градустан Б, Д, Е бұрышын азайтамыз. Б, Е, С бұрышын табайық. Б, Е, С бұрышы да Б, Е, Д бұрышымен сыбайлас бұрыш. Ендеше олардың да қосындысы 180 градусқа тең болады. Олай болса, Б, Е, С бұрышы 180 градус азайтылған Б, Е, Д бұрышына. Ал Б, Е, Д бұрышы мен Б, Д, Е бұрыштары тең екендігін біз білеміз. Ендеше Б, Е, С бұрышын 180 градус азайтылған Б, Д, Е бұрышы деп алуымызға болады. Осыдан шығатыны Б, Д, А бұрышы мен Б, Е, С бұрышы өзара тең болады екен. Сонымен біз Б, Д, А және Б, Е, С үшбұрыштарының үшбұрыштар теңдігінің бірінші белгісі бойынша тең болатындығын көріп отырмыз. Ал егер бұл үшбұрыштар тең болса, онда олардың сәйкес қабырғалары және сәйкес бұрыштары тең болады. Ендеше Б, А қабырғасы Б, С қабырғасына тең. Енді екінші тапсырманы қарастырайық. Тең берілі үшбұрыштың бүйір қабырғаларына жүргізілген бисектрисалары өзара тең болатынын көрсетіңіздер. Алдымен сызбаны сызайық. А, Б, С үшбұрышы тең берілі үшбұрыш. Оның А, Б және А, С бүйір қабырғалары тең. Тең берілі үшбұрыштардың табанындағы бұрыштары тең болатындығын біз білеміз. Олай болса, Б бұрышы С бұрышына тең. Енді осы Б және С төбелерінен бисектрисалар жүргізейік. Б, Е және С, Д бисектрисаларды жүргіздік. Үшбұрыштың берілген төбесінен жүргізілген бисектрисасы осы төбедегі бұрышты қақ бөлетінін біз білеміз. Олай болса, А, Б, Е бұрышы Е, Б, С бұрышына тең. Сонымен бірге С, Д бисектрисасы да А, С, Б бұрышын қақ бөледі. Енді А, Б, С бұрышы мен А, С, Б бұрыштары өзара тең болғандықтан, олардың бисектрисаларын жүргізгенде пайда болған төрт бұрыш өзара тең болады. Олай болса, А, Б, Е, Б, С, А, С, Д және Д, С, Б бұрыштары бір-біріне тең болып тұр. Енді біз А, Б, Е және А, С, Д үшбұрыштарын қарастырайық.
Бұл үшбұрыштардың АБ және АС қабырғалары тең. Сонымен бірге АБ-Е бұрышы АС-Д бұрышына тең. Және бұл екі үшбұрышқа мынау А төбесіндегі бұрыш ортақ. Олай болса, АБ-Е үшбұрышының БА-Е бұрышы АС-Д үшбұрышының СА-Д бұрышына тең болады. Сонда біз осы жерде үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі орындалып тұрғанын көреміз. Олай болса, АБ-Е үшбұрышы АС-Д үшбұрышына тең болады екен. Егер үшбұрыштар тең болса, онда олардың барлық сәйкес қабырғалары мен сәйкес бұрыштары тең болады. Олай болса, АБ-Е үшбұрышының БЕ қабырғасына АС-Д үшбұрышының СД қабырғасы тең болады екен. Сонымен оқушылар, біз АБЦ тең бүйірлі үшбұрышының бүйір қабырғаларына жүргізілген бисектрисаларының тең болатындығын көрсеттік. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда тең бүйірлі үшбұрыштарға тағы да есептер шығарып үйрендік. Енді үйден өздеріңіз мынау есептерді шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.